Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Көптен көп болды видео жүктемегелі. Енді бүгін басқа контент, яғни Instagram жайлы айтқым келеді. Instagramда именно Reels'тағы функция. Сіздерде Reels'ыңызға, например, мынандай кнопка қою үшін, мына WhatsApp деген кнопка қою үшін, мына Reels'ті мен жаңа жүктедім. И астында қарасаңыз, send message WhatsApp деп тұр, иә. Егер де бұл видеода әрекетке шақыру болса, онда сіздің видеоңыз мысалы рекке шыққанда немесе басқа сізді танымайтын адамға көрінген кезде осы кнопканы басу арқылы сіздің жекеңізге өтіп жазатын болады. Кнопканың үстін басады и сразу сіздің WhatsApp-ыңызға өтеді. Инстаграмға кіреміз, төбедегі плюсик батырмасын басып, видео Reels'ті жүктейміз. Бір керекті видеороликті жүктейсіздер. Мысалға, мына бір видеороликті алайық. И добавить деп кнопканы басып жүктейміз. Далее кнопкасын басамыз. Мына жерде добавить кнопку отправить сообщение деген бар. Инстаграмыңыз арқылы қалдырсаңыз болады директке, немесе WhatsApp кнопкаңызды қойсаңыз болады. Осы WhatsApp деген кнопканы қойып, плюсик деген батырманы, птичканы басасыз. Потом мына жерде добавить темы деген бар. Яғни сізге керек, сіздің жаңа өніміңізге қызығатын 3 категорияға жататын адамдарды белгілесеңіз болады. Например, менде қазір одежданы салып жатырмын. Одежда и аксессуары дегенді пайдалансам болады. Еще деген кнопканы арқада мен шығады, қарасаңыз, мысалы обувь, мінекей, верхняя одежда деген сияқты осылай үшеуін белгілеп готово деймін. Яғни именно осы өнімді сату үшін осы нәрсеге қызығатын, яғни таргетте бар ғой, детальный таргетинг деген сияқты сондай адамдарды қызығушылығымен таңдаймыз. Подпис мына жерге текстін жазсаңыз болады. И сөйтіп бұл роликті біз жүктейміз. Мінекей ролигіміз шықты. Үстін бассаңыздар, астында send message деп WhatsApp-қа кнопкасы тұр. Қарағандарыңыздай. Егер де осы видео рекке шықса, онда адамдар сразу сіздің профиліңіздің үстін басып кірмей-ақ осылай send message деп WhatsApp-ыңызға сразу өтетін болады. Егер де сіздерде әлі WhatsApp кнопка болмаса, мынандай контакты деген жерде WhatsApp деп тұрады, осындай кнопка әлі сіздерде болмаса, онда редактировать профиль дегенге кіреміз и астында способы связи деген тұрады. Мына жерде WhatsApp-тың иконкасын жаңа номеріміз тұр ғой, осы номердің үстін бассаңыздар, мына жерде WhatsApp бизнес деп тұрады, и мына жақтан шығады мынандай бет. Менде тіркеліп қойған, сондықтан осылай шығып тұр. Дәл осылай болады. И номеріңізді, например, белгілейсіз, отправить код дейсіз, мына жаққа код келеді, и сонымен сохранить деп алып, мына жақтан птичканы қойып, мына жақтан птичканы қойып, сақтап аласыздар. Болды. Қош сау болыңыздар, әлі де талай қызықтар болады каналда. Сондықтан жазыла кетіңіздер.